Әлем құлап бастағаннан кейін, адамзат оны аман қалдыру үшін орбитада аспан кемесін салды. Жақында станция барлығын ұстай алмайтыны анық болды. Сондықтан ең кедей адамдар мен жетім балалар күшпен шығарылды. Жерде қауіпті болды. Кенеттен пайда болатын оғаш құбыжықтармен. Сондықтан көптеген адамдар жоғарыға қашып, қызметті тастады және адамдар аспан кемесінен қашады. Наразылық күшейген сайын апта бойы қалай қаралғаны үшін көтеріліс шықты. Аспан кемесінің билеушілері қарсылықты басады және көтерілісшілерді жазалайды. Олардың балаларын алып, балалардың қолдары ата-аналарына кінә тағылған қылмыстар үшін белгіленді. Содан кейін олар жерге жер аударылғандар ретінде жіберілді. Олар лагерь құрды және құбыжықтардан аман қалу үшін қорғаныс салды. Олар әрқайсысы үшін көлеңке белгісімен күйдірілді. Ата-аналары жер аударылғанда жасалған қылмыста олардың тағдырын өзгерте алатын жалғыз адам көтеріліс командирінің баласы деп айтылады. Аспан кемесі оны сатқын деп айыптады. Сондықтан оның баласы ең қатал жазаны көтереді. 13 белгі брендтері көлеңке деп аталады. Көтеріліс командирінің ұлына соңғы жаза беріледі. Жерде шағын кеме құлады. Бір бала Ракс деп аталатын шықты. Шатасып және тұрақсыз. Русти деп аталатын бала оны қауып жабылып тұрғанда тартып алды. Тұрып қалса өлтірілетінін ескертті. Русти Раксты қашу жолы арқылы жер аударылған балалар басқаратын бекіністі лагерге апарды. Асық ішінде Ракс, Спиндл, Лили, Берди, Эмбер, Кан және Ашпен кездесті. Русти құбыжықтар жақындағанда барлығын қабырғалардың артына бүйірді. Спиндл Ракстың қолындағы тыртықтарды байқады және олар күткен фигураға сәйкес келетінін айтты. 13 көлеңкесі бар қаһарман. Русти келісті. Бұл құбыжықтардың ақырында қорқатындығын айтты. Олар лагерь өз жерін ұстай алады. Русти бақытты да Русти Раксты оқ атуға итермеледі. Ракс құбыжыққа тиген жебе атты. Басқа ештеңе болмай тұрып, аш өзінің жебелерімен шабуыл жасады және оны жақыннан қатыгез күшпен аяқтады. Мен неге олар сенің арқаңды алғанын білмеймін. Шайқастан кейін Лили құбыжықтардың лагерге жақын Улияда негізделгенін түсіндірді. Ракс сондай-ақ жараларды емдей алатын сирек зат көгілдір тамшы туралы естіді. Бірақ ол қол жетпейтін жерде сақталды. Өйткені құбыжықтар оны күзетеді. Жаңа айға дейін араласпайды. Олар ең әлсіз болғанда ағылшын Русти лагерь шекарасын кесіп өткен үшін ұрысты. Бірақ ол оны елемегенде, ол оны тастады. Кейінірек балалар түнде орналасты. Өзгертіп жатқанда Ракс өзімен бірге алып жүрген шағын мөлдір шарды шығарды және оны аспан Йорктан алыстан көру үшін пайдаланды. Аш Дойче шекарадан тыс шығуға жеткілікті. Ракс жерге қалай түскенін есіне алды. Оның әкесі көтерілістің лидерлерінің бірі болған және ол сәтсіздікке ұшырағаннан кейін аспан кемесі шенеуніктері оны басқаларды сатуды талап етті. Оның орнына әкесі салдарды қабылдады. Ұлын жіберуге рұқсат етті және басқа оқпен орындалды. Хаос кезінде шағын мөлдір шар сырғып кетті. Ракс оны ұстады. Маған аттарды бер. Жер бетіне түскеннен кейін Рак жарық көгілдір тамшыларды ғарышта қалқып тұрғанын көрді. Жараларды емдейтіні белгілі. Бірі 13 бренд белгісі қанап бастағанда ол жарыққа қол созды және жаралар дерлік бірден жабылды. Келесі таңертең бір топ балалар Раксты оятты және оған қабырғалар берді. Лили оның көмегін сұрады. Оның кіші қарындасы Эмбер оны кездесуме деп сұрап мазақ етті. Лили Раксты ескі ұшақ бөлшектерінің үйіндісіне апарды және оған металл қылыш тапты. Сен менің қарындасымды кездесуге апарасың ба? Бөліс. Кейбір олар бірге жаттықты. Лили құлағанда Ракс оны ауыртқан деп ойлады. Бірақ ол тез арада жағдайды өзгертіп, бақылауды алды. Одан кейін олар байыпты сөйлесті. Ракс әкесі оны мұхитқа апарамын деп уәде бергенін мойындады. Бірақ ол уәде жоқ. Лили бір күні онымен баратынын айтты. Оларды сол жерге апарады. Ал ол құбыжықтарға қарсы тұрады болып тұр. Эмбер және Берти оларды құпия түрде ерді. Құбыжық шабуыл жасады және Эмбер жараланды. Лили оған жүгіруге тырысты. Бірақ Русти оны қауіпсіз аймақтан шығуға тосқауыл қойды. Сондықтан Ракс Эмберді көтерді және көмек үшін қайтарды. Маған көмектес шыла ішінде Эмбер Бертидің өлтірілгенін айтты. Ол Ракстың оларды қорғайтынына үміттеніп ергенін мойындады. Эмбердің жағдайы нашарлады және Лили Раксқа көгілдір тамшылар оны құтқара алатынын айтты. Ракс және Русти көгілдір тамшыларды алу үшін Улияға барды. Лили оларды шығарып салды және Раксқа сәттілік тіледі. Олар ішке кіріп, қараңғы бөлмелер арқылы тереңірек қозғалды. Олар сынған пианиноның жанында отырған әйелді тапты. Ол бұрылғанда ол құбыжық екені анық болды. Олар люстраның жанында жасырынды. Ол жақындап, қатты дыбыс шығарды болып тұр. Ол люстраның артында жоғалып, арттан соқты. Русти оны 2 рет ұрды.
Раксты ұстады және ульяның тереңіне қашты. Ракс бос кірпіштерді құлатты. Қабырғаға тізбектелген басқа қобыжықты тартып, балалар жасырынды, олар жоспарлады. Мен оның мойындағы нүктені ғана Русти Раксқа баспалдаққа қарай жүруге айтты, ал ол тізбектелген қобыжықты алаңдатты және оны осал позицияға мәжбүр етті. Ол қобыжықты өлтіру бір болу дегенді айтты. Русти шабуыл жасады, бірақ сәт келгенде Ракс қатып қалды. Кешігу қобыжықтың қалпына келуіне мүмкіндік берді және Рустиді алып кетті. Ракс араласуға тырысты, бірақ тым қорқып, кінәмен ауырланып, лагерге қайтып кетті. Содан кейін Лилидің Берди және Эмбер үшін қайғырғанын көргенде тоқтады. Ол бұрылып, өзінің құлаған кемесіне жүгірді және айқайлап қолын тырнап, 13 белгіні таумен қырып тастауға тырысты, бірақ ештеңе шықпады. Мен сенің қарызыңнан босмын. Ашуланғанда Ракс мөлдір шарды лақтырып тастады. Содан кейін оны қайтарып алды және ұйықтау үшін кемесінің жанында жатты. Көп ұзамай басқа кеме жақын жерге қонды. Ракс кейінірек Скунк деп атаған бала жақын орналасты. Қобыжық дыбысы жақын жерде жаңғырыққан кезде Ракс өз кемесінің ішінде жасырынды. Скунк ішке шығуға тырысты және қарсылықтан кейін Ракс оны ішке кіргізді. Мен шынымен барғым келеді. Рак қорғаныш болып қалды. Скунк 13 көлеңкесі бар баланы табу үшін жіберілгенін айтты және оның бір көзі үнемі жазып тұратынын айтты. Ол қолын жауып ұстады. Қанша маркі барын айтудан бас тартты және сұрақтардан жалтарды. Ракс оған негізгі шайқасты үйретуге тырысты. Бірақ демонстрация кезінде Лили пайда болды және Ракс бұрылғанда Скункты нокаутқа түсірді. Өте қорқынышты. Сен не сияқтысың? Ракс Лилидің жанында оянды, бірақ ол оянғанын көргенде артқа шегінді. Ол оны фортқа ерді және лагердің қирағанын тапты. Қобыжықтар ол жоқта шабуыл жасап, балалар өлген. Лили Раксты ұрды. Оларды сәтсіздікке ұшыратқан үшін кінәлады. Оны сатқын деп атады және ол жасай алмағанды жасайтынын айтты. Содан кейін ол жалғыз кетті. Мен қаһарман емеспін. Қауіпке тура бара жатқанын түсініп, Ракс Лилиді тоқтату үшін Скункпен бірге кетті. Іште Скунк пианиноны тапты және пернелерді ұрды. Қобыжық шықты және шабуыл жасады. Раксты ұрды және Скункты ұра жаздады. Бірақ аш пайда болды және оны айна жарқыратып артқа қуып жіберді. Басқа жерде Лили залдар арқылы қозғалып, қобыжық жақын жерде естілгенде жасырынды. Кейінірек Ракс Рустидің сауытының бір бөлігін ашпен тапты және оны сұрауға тырысты, бірақ ол ештеңе айтпады. Ол және Скунк Лилиді іздеуді жалғастырды. Лили алаңдап тұрғанда шабуылға ұшырады және қобыжықпен сүйреп апарылды. Аш Ракс және Скункке көмектесуге келісті. Тізбекті тіршілік иесі. Ол өлді және өлді. Тізбек ештеңеге баспа. Әзірге олар тізбекті қобыжыққа жетті. Аш шабуыл жасады, бірақ ол үлкен сағатты құлатты. Ол оның үстіне құлады. Біреудің өлтірілетінін көріп, Ракс өзін әрекет етуге мәжбүр етті және қобыжықтың көзіне қылышын тықты. Оны өлтірді. Бұл соңғы рет көмектесетінін айтты. Ракс оны тоқтатуға тырысқанда ол шайқасудан шаршады және кетті. Лили оянғанда шашындағы жасырын қылышты пайдаланып, оны алып жүрген қобыжықты пышақтап қашып кетті. Осы уақытта Ракс және Скунк шағын төсектермен қапталған дәлізге кірді. Қабырғалардағы егіздердің суреттері ол жерде ұйықтаған балалардың жегенін анық етті. Олар сондай-ақ аспан кемесі қобыжықтарды жасаған және оларды жерге жібергенін көрсететін аспан арт постерін тапты. Неге постинг? Ракс әкесінің сатқын болмағанын түсінді. Аспан кемесі адамдарды орбитада ұстап тұр және балаларды қобыжықтарға тамақ ретінде жерге жібереді. Басқа тіршілік иесі жақындағанда Ракс және Скунк оны қорқыту үшін айна іздеді. Жеткілікті үлкенін таба алмай, Ракс қорқынышты маска алды және оны Скунктың камерасының үстіне қойды. Мен оған айқайлауды сұраймын қобыжықты қорқыту үшін. Тіршілік иесі сөрелер арқылы оларға қол созғанда Скунк үрейленіп қашты. Әкем сатқын емес, бұл олардың үшін. Шайқасы. Агент Скунк, сен тамақсың ба? Және Лили жалғыз Ульяға қозғалды және пианино тіршілік иесін нәресте қуыршақтың басын жұлып жатқанын көрді. Тіршілік иесі жұмсақ гуілдеді және Лили әуенді өзі білетін ән ретінде таныды. Жақын жерде Ракс қобыжықпен шабуылға ұшырады және мүмкіндігінше қарсы шайқасты. Скунк шайқас ортасында қайтып келді және көмектесу үшін секірді, бірақ ол тез құлады. Ракс қобыжықты аяқтады және одан кейін ол және Скунк олар енді тек бейтаныс емес екенін түсінген қысқа сәтті бөлісті. Валентино, мен қаһарманмын. Лили аман қалудың жалғыз жолы олардың біріне ұқсау деп шешті. Ол бетіне сұр затты жағып, араласып кетті. Кейінірек Ракс Лилидің сөмкесін тапты және ол жақында болғанын түсінді. Скунк жасырын тұзаққа түсті және тізбектері оның аяғына оралды. Ракс оны ұстады және ұстап тұруға тырысты, бірақ Скунк тартылып кетті.
Ракс қуып жетті де уақытында жете алмады, сен жақсы бола аласың. Лили құбыжықты оны өздерінің бірі ретінде қабылдауға алдап, ол тіпті жақыннан иіс шығарды. Бұрын ол сырғып кетті. Ракс Лилидің сөмкесін іздеді және жерде өлген балаларға тиесілі материалды тапты. Ол мөлдір шарға қайта қарады. Содан кейін жоғалғанның барлығының ауырлығы астында құлады. Ашу мен қайғымен жанып тұрған Ракс пианино тіршілік иесі кіретін екі құбыжыққа жүгірді. Ол оны кеудесіне пышағын тығып өлтірді. Басқасы шабуыл жасап, қолын кесіп тастады. Сондықтан Ракс қабырғаларға қан жағып, оны алдау үшін қозғалды. Содан кейін оны тізбек тұзағына азғырып өлтірді. Үшіншісі шақырды оған және оны тізбекпен ұстады. Ракс сол тізбекті оны шектеу үшін пайдаланып, оны құлатты. Оны скункқа болған үшін өтеу ретінде қарады. Ракс кейінірек бөлмеде жүрген фигураны көрді және оны басқа құбыжық деп ойлады. Бірақ ол Лили болды. Ол оны қатты ұрды. Содан кейін шиеленіс үзілді және олар тыныш сүюді бөлісті. Одан кейін олар ақырында көгілдір тамшыларды тапты және жеңілденіп бір-біріне жабысты. Русти пайда болғанша қазір құбыжыққа айналған. Оны көру оң жақта таксы олар. Шайқасқан тіршілік иелері өзгерген балалар екенін түсінді. Русти оларды көгілдір тамшыларды ішіп, оған қосылуға көндіруге тырысты. Бірақ Ракс бас тартты. Русти құбыжықтарға оларды өлтіруді бұйырды. Аш келді және жебелер атып қорғады. Русти ашты итерді және ол құлады. Содан кейін ол Ракспен тікелей шайқасты. Лили Рустиді арттан пышақтап жарақаттағанша, тіпті жараланған Русти Лилиге бұрылып, оны өлтіруге тырысты. Ракс Рустидің бір кезде айтқанын есіне алды. Құбыжықты өлтіру бір болу деген инстинкт бойынша әрекет етіп, ол мөлдір шарды көгілдір тамшыларға тастады және шағын мөлшерді дәм татты. Өзгеріс бірден болды және Ракс құбыжыққа айналды. Ол Рустимен шайқасты. Аяғын кесіп, пышағын жерге тықты. Сенің оның басы өлтірмей. Ракс Рустидің әлі адам екенін, онымен шайқаса алатынын және олардың бауырлар сияқты екенін еске салды. Тіпті бақылауды Крис ояулыққа келді және Ракс оған Лилиді қауіпсіздікке апаратын айтты. Ғимараттың бір бөлігі құлай бастады және Ракс оны бар күшімен ұстады. Русти оған қосылып, салмақты көтеруге көмектесті. Ракс Рустиден олармен қашуды өтінді. Бірақ Русти бас тартты және оған кетуді айтты. Құрылым берілді және Русти құлаған қоқыстың астында ұсақталды. Ракс Лили және Аш Ульяннан қашып, мұхитқа жетті. Толқындар жағаға соғылғанда бірге тұрды. Аш содан кейін құбыжық алған скункпен бірге пайда болды. Ол аман қалған. Ракс әкесі бастаған шайқасты жалғастыру үшін аспан кемесіне қайтуға шешті. Ол мөлдір шарды теңізге лақтырды. Содан кейін скунктың маскасын шешуді сұрады. Өйткені оның көзіндегі камера Ракстың қолындағы 13 белгіні жазып алды. Бұл скунктың миссиясының аяқталғанын дәлелдеді. Күштер жағалауда бірге тұрды. Қолдарын көкке көтеріп, кемелер скункты алу үшін аспан кемесінен түскенде